Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай цифр торт вупи пайдың рецептін бөлсем. Ең алдымен 5 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, қант қосып, аппақ болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Миксерлеу барысында шоколад пен майды водяной баняға алдын ала ертіп аламыз. Видео барысында қазір сізге көрсетемін. Міне осы шоколадты ыдысқа құйып, оған қайнаған ыссы су құйып, қойып қоямыз, және де жұмыртқамызды ары қарай миксерлейміз. Міне аппақ болып көтерілгенше миксерлеп алдым достар. Енді осы жұмыртқаның үстіне жаңа шоколад пен майдың ерітілген массасын құйып, тағы да миксерлеймін. Және де алдын ала какао, разрыхлитель және ұнды араластырып қойған массамызды салып, тесто жасаймыз. Біздің тестіміз қоймалжың, сұйық емес, қатты қою емес, бір қоймалжың сондай күйде болады. Достар, стандартный вупи пайдың менде YouTube каналымда рецепті бар, содан жақсылап қарап алуға болады. Мен мына жерде цифрды қалай істегенімді сіздерге видеоға түсіріп көрсетіп жатырмын. Ал енді дайын болған массамызды, қамырымызды, яғни осындай мен цифрлар сызып алдым. Байқап тұрсаңыздар, мен теріс сыздым. Осы сызылған қағазға қазір құйып шығамыз. Ол үшін бірінші вупи пайдың тестісін өлшеп аламыз. Мысалға, менде мына жерде 900 грамм болды, ровно плюс 150 грамм ыдысымның салмағы. Демек, мен осы 900 граммды бірдей төртке бөліп, мына 225 граммын салып алдым. Цифр вупи пайға осындай пакетикке құйып алып, 7-6 деген сандардың барлығын теріс қарай байқап тұрсаңыздар. Осылай барлығын бастырып, 180 градус алдын ала қыздырып қойған пешке 5-7 минут пісіріп аламыз. Вупи пайымыз піскенше. Достар, коржықтар пісіп шықты. Вупи пайдың қамыры, тестісі пісу барысында үлкен болып ұлғайып кетеді, сондықтан мен бұлардың барлығын осылай түзетіп кесіп шықтым. Ал енді бұларды әбден суығанша қоя тұрамыз да кремін дайындап аламыз. Кремі үшін салқын сливки, салқын творожный сыр және де салқын маскарпоне, сахарный пудраны миксермен соғу арқылы жасап аламыз. Описание бөлімінде қалай қанша құрамына қажет заттардың барлығымен жазып кетемін достар. Осы 4 ингредиентті әбден креміміз қоюланғанша осылай миксермен соғып аласыз. Достар, тортты пісіру барысында теріс бағытта пісіріп алсаңыз, осылай крем жаққан кезде тортымыздың беті тегіс болады, яғни сандарды кері айналдырып, осындай әдемі теп-тегіс бетін ровный қылып, кремдерін жазып жағып шығуға болады. Мен осылай барлық коржықтарды жасап шықтым, кремдерін жағып шықтым, және де украшениясында жасап қойдым. Осылай үйге өзіңізге немесе заказға да жасауға болатын керемет торттың рецептін менің YouTube каналымнан көріңіздер, жіберіп алмаңыздар. Көп-көп рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.